Тұңғыш бала. Авторы Камал Әлпейсова. Жұмыс уақыты аяқталысымен Қайыржан әдетінше үйіне асықты. Тек аялдамадағы біресе сағаттарына қарап, біресе жол бойына мойындарын созып, тықыршып тұрған топтың шетіне тақай бергенде ғана келіншегінің бүгін кішкентай қуанышты алып, ауылына кеткені есіне түсіп, жүрісін баяулатты. Жаңа ғана алып ұшқан көңілі бірақ сәтте су сепкендей басылып, көңілі құлазып сала берді. Үйде ешкім жоқ екен ғой. Бос тұрған үйге несіне асығамын? Әлде жұмысқа қайтып барып, жобамда сыза берсем бе екен деген ой келді. Кенеттен пайда болған ой жалғыздықтан құтқарар жақсы амал сияқтанып, жүрісін баяулатты. Көптен бері күнделікті шаруадан қолым тимей кетіп еді. Енді осы күндерді пайдаланып, біраз өндіртіп тастамаймын ба деп жобаны сызам деген ойының табылған ақыл екендігін өзіне өзі дәлелдеп әлекке түсті. Бірақ мұнысы қоңырқай тартқан көңілін алдарқату еді. Шындығында жұмыс істеуге тап қазір құлқы жоқ екені, үйінде мұны күтіп отырған ешкімнің жоқтығынан туындаған сезімді басу үшін далбасалап тұрғаны өзіне аян-тын. Келіп тоқтаған автобусқа қарай лап берген адамдардың соңын ала мінген ол, жолаушыға лықа толы көлік ішінде тұрса да, ай далада қалғандай жабырқау көңіл күйден арыла алмаған күйі өз аялдамасына да жетті. Үй іші мұны шыбын ызыңы естілер тыныштығымен қарсы алды. Ас үйге кіріп, тоңазытқыштың есігін ашты. Дина тамақ пісіріп, үлкенді кішілі екі ыдысқа салып қойып кетіпті. Қақпағын ашып қарады. Біреуіндегісі мұның жақсы көретін асы кесектеліп туралып, көкөніс қосып бұқтырылған ет екен. Мұнаусы борщ шығар деп ойлады. Іште екінші ыдыстың қақпағын аша беріп. Бабымен пісірілген борщтың тәбет тартқызар иісі бұрқ ете қалды. Қайыржан кішкентай қуаныштың капуста көжешем деп шешесіне күн ара борщ пісіртетінін еске алып, еріксіз езу тартты. Күнде бұл кезде баласы екеуі-ақ үйді базарға айналдырып жататын. Есіктен кіре берген әкесіне қарсы құшағын жая ұмтылатын қуаныш біразға дейін одан айырылмай қалатын. Кішкене қолдарымен мойнынан тас қып құшақтап, бетін Қайыржанның мойнына, кеудесіне басып, аймалайтынын қайтерсің. Баласының сол қылығы есіне түсіп, Қайыржанның ет жүрегі елжіреді. Кіп кішкентай болып, осы үйді толтырып жүрген бір өзі екен ғой, көкетайым. Құрдастары Қайыржанды нәзік жанды жігіт деп, тілі ашылаулары әйелде сезімтал жігіт деп қақтатын. Олай деулеріне мұның кім-кімнің де жағдайын түсінуге, қол ұшын беруге, кейде тіпті өзіне зияны келеді деп ойламай, көмектесуге даяр тұрар мейірімділігі себепші болған сияқты. Екінші жағынан, туғанынан шексіз махаббатқа бөленіп өскен баланың қатыгездік, қайырымсыздық, әлімжеттік сияқты қасиетсіздіктерден жаны шошып, іргесін аулақ салар жөні де бар. Атасы мен апасының тұңғыш немересі болғандықтан, бір жағынан қарттардың, екінші жағынан өз ата-анасының сүйіспеншілігіне шомылып, еркелеп өскен Қайыржан, үлкендер тарапынан ешбір қағажу көрмей, баршаға сүйкімді, жұғымды бала болып жетті. Бүкіл әулетті билеп төстеп отыратын апасының үйретуімен өз әкесін көке деп, ал шешесі Зейнепті үлкендер сияқты Зейнеш деп атайтын. Сол әдетімен мектепке барғанда да, тіпті өзінің Зейнептен туғанын білетін студент кезінде де Зейнештеді. Тек есейіп, өзі үйлі баранды болған кезде, әріптестерінің алдында, қайын жұртының арасында ыңғайстану сияқты бір сезім пайда болды. Тіпті кейде өзін Зейнептің алдында кінәлі жандай сезініп, қипақтап қалатыны бар. Дина есті қыз ғой, Зейнепті бірден мама деп кетті. Қуаныш бұлардың тұңғыш баласы, биыл жасы 3-ке толған. Былтырдан бері Дина жұмысқа шыққысы келетінін айтып, 2-3 рет құлаққағыс жасады. Бірақ баланы бақшаға орналастырудың шешілуі қиын мәселе екенін кім білген? Жекеменшіктегі бақшаларды жағалап көріп еді, төлемақысы тым қымбат болып шықты. Сосын Қайыржан, таңертеңнен кешке дейін жүргенде табатын болымсыз ақша үшін баланы таң азанымен жылатып оятып, бақшаға берудің қажеті не деп, келіншегінің тілегіне оң шырай таныта қоймаған соң, Дина амалсыз үйде отырған. Қуаныш 3 жасқа толғанда ауылдан артынып-тартынып қайненесі келді. Дина жұмысқа шыққысы келетінін шешесіне де айтқан болуы керек. Ертең жол жүрем деген күні енесі алыстан орағытып әңгіме бастады. Қайыржан қалқам,
Атаң екеуміз өмір бойы өкіметтің жұмысында жүріп, дүние-мүлік жинаған жан емеспіз. Біздің бар байлығымыз 5 баламыз. Соларды оқытып, ел қатарына қостық. Бәріне де жоғары білім әпердік. Құдайға шүкір, қазір 5-еуі 5 саланың білдей маманы. Мынау Динада жақсы дәрігер санатында аталып келгенін білесің деп бір тыныстады. Қайыржан енесінің әңгімені қалай қарай ойыстырып келе жатқанын бірден түсінсе де, ізет сақтап, үнсіз тыңдап отыра берді. Қазір қай салада тез өркендеп, тез дамып жатқан заман ғой. Бұл үйде отырғалы да науқасты емдеудің түрлі тәсілдері шығып жатыр. Ендігі қарайыпта қалған шығар. Қуантайды бала бақшаға беріп, келіншегіңді жұмысыңа шығарсаң жөн болар еді, балам. Апа, дұрыс қой бәрі де. Бірақ бала бақша дегендердің аты болмаса баяғыдай емес. Төлейтін ақысы удай, ал беріп жатқан тәрбиесі жоқтың қасы. Жақсы мамандар кетіп қалған, арзымайтын ақыға бола кім ертеден қара кешке дейін істейді. Сөзім сенімді шықты ма жоқ па дегендей, Қайыржан енесінің жүзіне бағдарлай қарады. Ол кісі үндемеген соң, әлі де салмақ бере түсу үшін сөзін әрі қарай сабақтады. Бақшаға барған балалар жиі ауыратын көрінеді. Біздің жұмыста балаларын бақшаға беретін келіншектер бір апта жұмыс істесе, 2 апта баласы ауырып үйде отырады. Түсінікті. Бала бақшаға бергін келмесе, не беруге шамаларың жетпесе, Қуантайды мен-ақ бақып берейін. Маған беріңдер. Мектепке барғанша біздің бауырымызда болсын. Менің тәрбиелей алатыныма күмәнданбайсың ба? Қайыржан аңтарылып отырып қалды. 30 жыл бойы ұстаздық еткен, 3 келін түсіріп, 2 қызын ұзатқан, қысқы жазғы каникулдарында ауылғасыға кетіп, әжелеп үйірілген немерелерін айналып толғанып отырған ненесінің мейірлі жан шуағына өзде талай бөленген. Қалайша күмәнданбақ. Содан да болар, Әзиз ананың шын ықласпен айтып отырған тілегін қайтара алмады. Жоқ деп жанына тер сөз айтуға аузы бармады. Бірақ баласын қалай беріп жібермек? Жұмыста отырып та сағынып, үйіне бірнеше мәрте телефон соғатынын, баласының былдырлаған даусын тыңдап мәз болатынын ненесі білмейді ау сірә. Оны күн үйге өзі шомылдырып, кешке бауырына басып ұйықтататынын ше. Соның бәрін ненесіне айтса қайтеді. Ондайда үлкендердің бала жандарын бұлардың деп сөйлейтіні тағы бар. Енді қайтпек. Мұның жан дүниесіндегі арпалысты тап басып таныған ана да осы сәтті пайдаланып бастырмалата сөйледі. Өзің білесің, Динажан 1 жыл емес, бақандай 7 жыл оқыды. Оқыған оқуының жемісін жесін де. Өзіңе де әйеліңнің қазан аяқ басынан ұзамайтын, ауладағы әңгімеден басқаны білмейтін адам емес, жұрт қатарлы білімді, ел қадірлейтін маман, жолдастарыңның қызмет істейтін әйелдермен терезесі тең болғаны жақсы емес пе? Онысы рас енді. Өзінің де кейбір бет аузын әдемілеумен, дүкендегі киім-кешектің бағасынан басқаны білмейтін келіншектерді рухани кембағал жандар деп, Динаның солармен араласқанын жақтырмайтыны есіне түсіп, енесінің пікірмен іште келісті. Жарайды апа, біз ойланып көрейік. Енесі бұдан әрі қыстамады. Мінезі орнықты, қандай шаруаны болмасын ойланып, толғанып барып қолға алатын Қайыржанның енесі қадір тұтатын тағы бір қасиеті барда. Ол күйеу баласының үлкеннің сөзін жерге тастамайтындығы. Ұзақ жылдар бойы педагогтық қызмет атқарып, бала психологиясын жете меңгерген жан емес пе? Оның бұл жолы да ана тілегінен асалмайтынын дөп басты. Динаның медицина институтын үзік бітіргенін, еңбек жолы басталысымен-ақ терең, тиянақты білімімен көзге түскен жас маманды, болашағынан үміт күттіретін дәрігер ретінде еліміздегі үлкен ғылыми зерттеу институтына тәлімдемеден өтуге жіберілгенін Қайыржан мақтан ететін. Кейде оның сол кезде қолға алған ғылыми жұмысы тоқтап қалғанын ойлап, іштей ыңғайстанатында. Бірақ есесіне кішкентай қуаныштың ауырмай сырқамай өсіп келе жатқанын ойлап, енді 1 жылда бақшаға берсек, жұмысын игеріп кетеді. Алғыр ғой деп, өзін өзі алдандырып қоятын. Қуаныш 2-ге толғанда, Дина бұл күтпеген әңгіменің шетін шығарды. Біздің бәріміз өсіп, жан-жаққа кеттік. Апам мен көкемнің дағарадай үйде екеуден екі отырғанын ойласам, жаным күйзеледі. Саған өтінішім бар. Екеуіне алданыш болсын. Қуантайды берейік деген бұған қиыла қарап. Қайыржан ыршып түсті. Кіп кішкентай емес пе?
Жүрегің ауырмай ма сонда? Қалай беріп жібере салмақшысың деген күйіп пісіп. Қуанышты дәл қазір беріп жіберетіндей ұлын жалма-жан құшағына алып бауырына басқан. Мұның жүрегі қалай ауыратынын ойламағанын ғой мүлде. Қойшы деген Дина шала бүлінген бұған таңдана қарап, сен де қайдағын айтады екенсің? Жүрегі ауырып не болыпты? Апам мен көкем келсе бізді сатып кетпей ме осы? Өзінде талай көрдің емес пе? Олардың да бұл десе шығарда жаны бөлек. Олар жақсы көрмейді деп отырған жоқпын мен. Бала ешқашан ата-анасынан ажырамауы керек. Менің айтпағым сол. Басқа ешқандай ойым жоқ. Бірақ мұндай әңгімені маған ендігәрі айтпа. Содан кейін бұл әңгіме қайталанған жоқты. Арада бір жылдан астам уақыт өткенде енесі келіп, қайталанбайдау деген тақырыпты тағы көтерді де, ақыры міне. Арғы күні артынып-тартынып жеткен атасы мен енесі Қуанышты алды да кетті. Үйренгенше қасында бола тұрайын деп Дина да ере кеткен. Үйленгелі бері бұлайша жалғыз қалып көрмеген Қайыржан өзін қойырға жер таппады. Әдетте мұндай кезде Қуаныш екеуі ойынға кірісіп кететін. Әуелі бұл ат болып, Қуанышты арқасына отырғызып алады да, бөлмені аралап шапқылайтын. Кейде асау аттың мінезін көрсетіп, мөңкіп алады. Ондайда Қуаныш қорқудың орнына мәз болып, сықылықтап кеп күледі дерсің. Қайыржан баласының сықылықтаған күлкісін естігенде елең ете қалды. Сөйтсе, көршілердің Қуанышпен жаста кішкентай қыз екен. Әкесі әткеншекте тербетіп, әуелете итерген сайын бөбек сықылықтай күледі келіп. Сәбиге қарап, жүрегі елжіреп кеткен бұл, терезе алдынан кетіп, үй ішінде біраз сенделіп жүрді де, қарны ашқан соң Дина пісіріп кеткен тамақты жылытпай-ақ іше салды. Оқиын ба деп бір кітапты қолына алып еді, бір-екі бетін аударғаннан кейін көзімен оқып, көңілімен басқа жақта отырғанын байқап, орнына қойды. Баласының жақсы көретін ойыншығы салпан құлақ ақ қоян өзіне қарап тұрғандай көрінген соң, барып қолын алды. Қуаныш сөз басында тұрған Қ дыбысын Т, Г дыбысын Д деп айтатын. Тояным дейтін ойыншығын бауырына қысып. Папаңның аты кім дегендерге Тайижан дейтін қоқия қарап. Әжеңнің аты кім деп сұрады кеше келгенінде, атасы немересінің тілін қызықтап. Қуаныш Дуляй дегенне атасы кемпіріне қарап, болды, бүгіннен бастап Гүләй емес Дуляйсың деп рахаттана күлгенін есіне алып, Қайыржан тағы күрсініп қойды. Маған не болған деді сосын, іштей өзін сөгіп. Мүлдем алып кеткен жоқ қой, мектепке барарда қайтып аламыз. Таза ауада, қолдың қаймағын жеп, сөтін ішіп, дені сау боп өседі. Дені сау боп деп қарсыласты екінші ойы. Ал жаның қайда қоясың? Өмір бойы өзіңді толғандырып келе жатқан осы мәселе емес пе? Қайыржан бұған қарсы айтар уәж таба алмады. Басқаның бауырында өскен баланың жаны, оны тек сондай тәрбиеде болғандар ғана түсінеді. Басқаларға айт не, айтпа не, әркім өзінікін жөн көріп, езеурейді бәрібір. Қайыржан апасы қайтыс болған соң өзінің үйірінен адасқан тайдай болып қалғанын жүрегі сыздай есіне алды. Ағалардың өз бала шағалары бар, бұдан гөрі бүйректері соларға бұратынын зерек бала талай байқады. Ол үшін кінәламайды да, бірақ жан ауыратын. Ал бір әке, бір шешеден туған іні қарындастарына Қайыржанның өзі жу салмады. Қасында жоқ болса да, апасы қызғана қарап тұрғандай, өзі бар кезіндегідей, әй түбің шекі ғой дейтін сияқты көрінетін. Бір қызығы, бауырлары да мұның кемшіліктерін көрік шақ, және олар үшін бәріне де кінәлі басқа үйде өскендігі, ал ойын бүкпей жайып салатын кіші қарындасының сөзімен айтқанда, бұлардан бөлектеп өсіріп, мұның емес, өзінің болашағын ойлағандығы. Кезінде Қайыржан бұл тұжырымдармен мүлдем келіспейтін. Келе-келе осы сөздің жаны барау деп ойлайтын болды. Шынында да, немерені бауырына салғанда үлкендер оны бала үшін жасап отырмыз деп ойлайды. Ал көп жағдайда бала қамы мен үлкендердің өз жайын жасау қатар жүретіні өтірік емес қой. Баланы әдетте кім алады? Ұл қыздары өсіп, бет-бетіне тарап кеткен соң, бұрын базар боп жатқан үлкен үй қаңырап бос қалғандар деген ой келеді. Тағы бір себеп, ұл қыздары өздері бала сүйген соң, ұрпағының қамын көбірек ойлап, әке шешесіне бала күнгіде еркелеп, бұрынғыдай балалық махаббатын төкпейтіні. Қайран атана, сол босап, қоңылтақсып қалған көңілді немере қызығымен толтыратындай көрінеді бұған.
Ең өкініштісі, өмір бар жерде өлім бар екенін баланы бергендер де, баланы бауырына салғандарды ескермейді. Үлкендер дүниеден озғанда асыранды баланың әрі-сәрі күй кешіп қалатыны ешкімді ойлантпайтын сияқты. Қайыржан көңілсіз ойлардан арылам-ба деп теледидарды қосты. Экранда бейнесі көрінбей тұрып, Сәкен Майғазиевтің жағымды даусы естілді. Әннің «Самайдағы ақ шашыңның әр талына қарызбын, еш нәрсемен өтелмейді парызым» деген алғашқы жолдарын естігеннен ақ, Қайыржан демін ішіне тартып, экранға қадалды да қалды. Ән аяқталғанша сол қалпынан өзгермеді. Осы әнді алғаш естігеннен ерекше ұнатқан-тын. Содан бері қай жерде тұрса да, не істеп жатса да, осы ән естіле қалса, бәрін тастап отыра қалып тыңдайтын. Жан дүниесін бір ерекше сезім билеп, іші бауыры елжірейтін. Кейде тіпті осы әнді Сәкен Майғазиев емес, өзі орындап тұрғандай сезініп, жанарына жас оралатын. Міне, бұл жолы да көз алды бұлдырап кетті. Бүгін маған не болды деп тағы да таңырқай ойланды. Тіпті күйреуге екенмін ғой өзім. Қой, мұның жарамас. Осылай деп бойын жинаған Қайыржан теледидардың қарсы алдындағы диванға қисайып, әр арнаны бір басып қарап жатыр еді, көз ілініп кетіпті. Шыр-шыр еткен қоңырау даусынан оянды. Әуелі телефон ба деп ойлап, соған қарай жүгірген. Сөйтсе есік қоңырау екен. Кім деп сұрамастан ілгекті аша салды. Ар жағында тұрған орта жастардағы әйел бұған қарап, кібіртіктей сөйлеп, тілдей қағазды ұсына берді. Кешір балам, жұмыс реті солай. Телеграмма екен, асығыс оқи бастады. Зейнеп әлі үстінде, тез жет. Қалдыбек. Ұйқысы шайдай ашылды. Бірақ не істеп, не қоярын білмей жалтақта пошташы әйелге қарай берді. Қателесіп келген шығар деп, телеграмманы аударыстырып, мекенжай жазылған жерін қайта-қайта оқыды. Бәрі дұрыс. Осыларға келіпті. Аты жөндері, мекенжайлары апанық жазылған. Бірақ Зейнеп қалай әлі үстінде болады? Жасы 60-қа да жеткен жоқ. Анда-санда қан қысымы көтерілгені болмаса, сапсау болатын. Мең-зең боп тұрған бұған пошташы көмекке келді. Түнгі 2-де Мәскеу пойызы жүреді. Әлі 3 сағат бар. Үлгересіз. Билет ала алмасаңыз, бригадирге барыңыз. Ондайда ала кетуге тиіс. Я, сөйтем. Рахмет. Сағатқа қараса 12 болып қалыпты. Диналар әлі жолда кетіп бара жатыр. Оларға қалай хабарлаймын? Не деймін? Жарайды. Не де болса барған соң ойластырармын. Осылай деп ойлады да, тез-тез киініп үйден шықты. Билет жоқ екен. Телеграмманы көрген бригадир сөзге келмей, өзі тұрған 9-шы вагонға кіргізіп, 1-ші купені нұсқады. Заты жұмсақ адам болу керек, қипақтап не айтарын білмей сәл тұрды. Сосын қарсы алдына келіп жайғасып, кімің еді деп сұрады. Мамам. Қайыржан бұл сөздің аузынан қалай шыққанын өзі де білген жоқ. Ол туған анасын мама демейтін. Бала кезінде бір рет айтып қалып, апасынан сөз естігелі бері тіліне аса сақ болу керектігін ұққан. Бүгінгі төтенше жағдай сақтығын ұмыттырып жіберген сияқты. Бірақ осы сәтте ішінде қалыптасып қалған шектеуші бас көтеріп, алдында отырған кісіге қарап, жалпы апамның бауырында өскенмін деп қосып қойды. Бригадир басын шайқады. Қазақтарда осындай, баласының өз анасын мама дегеніне қостанатын жайдың болатынына қанық кісі сияқты. Ол қателескен жоқта. Қайыржан ес білгелі Зейнепті мама деп көрмепті. Зейнепте айт деп қыстаған емес. Апасының баласы Қайрош деп шақыратын мұны даусын еркелей созып. Мен саған не әкелгенімді тапшы? Автомат па дейді бұл? Таппадың. Білдім. Дүрбі ғой. Тағы таппадың. Баланың төзімін тауыспай берсеңші енді деп апасы сөзге араласады мұндайда. Демалысқа келген Зейнеп қампиып тұрған жол сөмкесін ашып, ішінен теңбіл доп шығарады. Кәдімгі футбол ойнайтын доп. Ауылдағы барлық баланың арманы. Асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар деген. Соны да әлдеқандай қылып тұрсың ба? Апасы сыйлықты ұната қоймаған сияқты. Жоға апа, ер бала жүгіріп, шынығып өсу үшін футбол ойынының берері көп. Өкпесі жақсы жетілет, бұлшық еттері өсет. Ойындағы түрлі амал тәсілдер
қарсыласын алдап өту үшін жасалатын айла шарғылар ойлау қабілетін арттырады дейді Зейнеп енесіне тәтпіштеп түсіндіріп. Оны тыңдап жатқан апасы жоқ. Допты екі аяғымен кезек қақпақылдап жатқан Қайыржанның өнеріне мәз болып қарап отырар еді. Жаңа әзірге айтқан сөздерінде ұмытып кеткенсің Айла. Қалада тұратын көкесі мен Зейнептің келетін кездері мұның бала көңілінде нағыз той, мереке сияқты жатталып, балалық шағын еске алса, тек сол күндер көз алдына елестейтін. Зейнеп бұлардың бас-басына базарлық ала келуші еді. Есіктен жарқылдай сөйлеп кіретін ол, дәу қара сөмкесін ашып, біреуіне көйлек, біреуіне шалбар, кішкентайларға ойыншық, үлкендерге шай мен кәмпит тарататын. Абысындары өздерін ешқашан құр қол қалдырмайтын келіннің келуін ерекше күтетін. Көп оқыған, не нәрсенің болсын жөнін біліп, жолын таба қоятын Зейнепке айтар әңгімелері де, қойыр сұрақтары да жандарына тыншу бермей, өздері абысын ажым болып оңаша қалар сәтті тықырши тосып тұрар еді. Дабырласып, қалжыңдасып, уды болып отырған сәтте үлкен абысыны елеусіздеу ғана, қалай, Қайыржанды сағындың ба деп сұрар еді. Бәрі бір сәтке тына қалып Зейнепке қарайтын. Әрине дейтін Зейнеп абысына тура қарап. Түсімде құшақтап сүйіп жүремін. Бір қызығы, ондай түс көрген кезімде ұйқымнан оянып кетпесем екен деп тілеп жатам. Сендерде де сондай бола ма? Абысындары бір-бірлеріне қарап бас шайқасады. Өздеріне сонша қызық болып көрінген бұл жайдың сырын білгілері келіп, үлкенді кіші адамдардан сұрайтын болулары керек. Көп ұзамай, ойпырмай, осы біздің оқыған келіннің түстері де жұрттан басқаша десіп, бұлайғы жұрт та біразға дейін әңгіме етіп жүреді. Бірақ обалы нешік? Бәрі де оқыған келіннің түсінде, ісінде сөкет көріп жамандаудан аулақ, тек кейбір істерін таңсық көріп, таң тамаша қалатындары рас еді. Қайрошты апамнан қызғанбайсың ба деп сұрайды кіші келіні. Жоға дейді Зейнеп ойлана сөйлеп. Апамның Қайрошты жақсы көретінін білем ғой. Ұрысса да, жаман істерден аулақ болсын деп ұрсады. Тек өткенде, күбі түбіндегі майды жалаймын деп, айрандақтары балғанда Қайрошты желкесінен ұстап, басын төгілген айранға тығып жібергенде, жүрегім ауырып кетті. Абысындары жанарын кенереленген жасты алақанмен сүртіп ала қойған Зейнептің алдында, өздері кінәл адамдай көздерімен жер шұқиды. Әңгімені естіп тұрған Қайыржан өзін емес, Зейнепті аяп кеткен еді сонда. Зейнеп келін болып түскен алғашқы жылдары көкесі екеуі ауылға үнемі жазда келетін. Қысқы каникул уақыты басталғанда, көрші қоланың студенттер қайда деген сұрағына апасы арқаға кетті деп қысқа қайыратын. Қазбалап сұрай бастаған адамға келініміз қысты, қарды сағынады екен деп әрі таңдана, әрі арқаға кеткендерін соншалықты жақтырып отырмағанын білдіре сөйлейтін. Оны естігендер қарды сағынғанын естеп біраз уақыттағы өзара күбірлесетін. Апасының осындай көңіл күйін байқаған болар. Көкесі мен Зейнеп келесі жылы арқада көп бөгілмей ауылға келді. Табиғаттың ғажабын айтсаңшы, сол жылы ауылда 10 шақты жылдан бері болмаған оқиға болып, қалың қар жауды. Жазы аптап ыстық, қысының өзі көктем күніндей жайма-шуақ жылы ауылдан ұзап көрмеген балалар әуелде аспаннан төгілген аппақ ұлпаны алақандарына қондырып, олардың таң ғажайып пішіндерін тамашалаудан аспаған. Тынбай жауған қардың қалыңдығы тобықтан асқанда, үлкендер жағы алаңдаушылық таныта бастады. Ал балалардың қуанышында шек жоқ еді. Ылғал қарды жұмбаздап, бір-біріне лақтырып, осы уақытқа дейін тек кинолардан көретін сырғанақтың қызығына батқанда. Тақтайшаларды, картон жәшіктерді шанағып мініп, кейбіреулері портфельдеріне отыра қалып, төбеден төмен сырғанаған балалардың арасынан немерелерін іздеп келген енесі, көп баланың ішінде асыр салып, ойнап жүрген келінін көргенде өз көзіне өзі сенбеді. Зейнеп, әй Зейнеп деді даусын тым қатты шығармай. Ондағысы келіннің ойнап жүргенін басқа біреулер көріп қалса, ұят болар деп сақтанған еді. Бірақ ойын қызығына әбден беріліп кеткен Зейнеп, енесінің бәсен даусын ести қоймады. Абырой болғанда, ауыл үлкендері қалың жауған қардан туындаған шаруалармен әбігер болып, сырғанақ тепкен балаларға назар аударған жоқ еді. Әрі-бері қарайлаған енесі ақыр амал таусылып, үйіне жалғыз қайтып бара жатып, балалардың у-шуының арасынан келіннің мәз болған күлкісін естіп, басын шайқап қойды. Есесіне сыбағасын кешкісін алды. Тарс пектілі есіктің ар жағында апасы Зейнептің шаңын қағып жатты. Бер жағында Қайыржан тұрды. Өзінің тыңдап тұрғанын,
Жоқ, Зейнепке жаны ашып, қалай болсарын білмей тұрғанын ешкім көріп қоймасын деп, дәліздің шамын өшіріп тастаған. Жүрегі дүрс-дүрс етіп, өкшесін көтеріп, кілттің саңылауына құлақ тосады. Япырай, апасының мұнысы нес? Зейнешке бұлайша қатты сөйлемеуші еді ғой. Мақтап жер көкке сыйғызалмай отырғаны қайда? Сырғанақ тептекен деп сонша ұрысқаны қалай? Зейнеш неге үндемейді? Әлде жылап отыр ма? Зейнептің бетін басып жылап отырғанын көз алдына елестеткенде жүрек тұсы шым ете қалды. Бөлмеге баса көктеп кіріп барып, апасына «Ұрыспа Зейнешке» деп айғайлағысы келді. Бірақ кішкентайынан апасының қаһарынан ығып өскен баланың есікті ашуға жүрегі дауаламай, не кетіп қала алмай, сол жерде тұра берді. Енесінің алдынан басы салбырап шыққан Зейнеп қараңғы дәлізде тұрған мұнымен соқтығысып қалды. «Ой, Қайрош, сенбісің? Бұл жерде не қып тұрсың?» Сұрауын сұрағанымен Қайыржанның бұл жерде неге тұрғанын ана жүрек түсіне қойды. Өзімен бірге аққала соғып, сырғанақ тепкен, қайын сіңлілері емес, Қайрошты есік сыртына байлап қойған құдіретті күшті ана мен бала сол сәтте бар жан тәндерімен сезінгендей, бір сәт үнсіз қалысты. Зейнеп мұрнын пыш-пыш етіп тартқылап тұрған Қайроштың алдына тізерлеп отырып, оны бауырына басты. «Жүрегіңнен айналайын» деді сыбырлап. Сол сәтті еске алғанда Қайыржанның жүрегі шаншып кетті. Мұның боп-боз отырған түріне аяй қараған поезд бригадирі ойын бөлейін деген болуы керек. Анаң тәуір болып кетеді әлі. Уайымдама деп қойды. Әл үстінде жатыр депті, деді Қайыржан солғын үнмен. Мен не деп отырмын? Қайтыс болса жазар еді ғой, пәленінші күні жерлейміз деп. Ондай сөз жоқ қой. Яғни қатты ауырып жатыр. Көрде тұр. Сен барған бойда дауысыңды ести салмен тәуір болып кетеді. Ең бастысы сен келгеніңді білдіріп, дауыстап сөйлесетін бол. Жылағың келсе жыла. Әйтпесе бізде бір жалған намыс бар ғой. Еркек жыламау керек деген. Бос сөз. Ананың алдында жылау да, күлу де ерс емес. Солай деді де, сөзінің соңын жұтып, бетін терезеге бұрып әкетті. Қайыржан оның жылап отырғанын көріп аңтаң қалды. Мен анамды ренжіткен сорлымын, деді біраз үнсіздіктен кейін бригадир. Екеумізді ұйықтай алмаспыз. Мен бір әңгіме айтып берейін. Тыңда, мүмкін саған ой салар. Шал кемпірдің бауырында өскен соң олар мені ата-анамнан қатты қызғанатын. Қара жер хабар бермесін. Әсіресе апам баласы мен келіннің істен әйтеуір бір мін тауып, менің алдымда беделдерін түсіруге тырысып бағатын. Қайран апам, осынысымен менің әке-шешеме деген көзқарасымды қалыптастырып, оларды мойындамауға, тыңдамауға үйретіп отырғанын қайдан білсін. Сөйтіп бала кезімнен әке-шешеме қарсы сөйлеп өстім. Үлкейгенде де сол әдетімді қоймадым. Ақыры содан опық жедім. Үйлі баранды болдым. Тәп-тәуір қызметке тұрдым. Уайым қайғы жоқ. Өткенге көз жүгіртсем, қатарластарым көрген қиындықтың біреуінде көрмеппін. Оқуға да оңай түстім. Жұмысқа да тез орналастым. Үйленгенімде қызметпен басқа қалаға ауысқан анам Алматыдағы үйін атыма көшіріп жазып берді. Ол кезде әкем қайтыс болған. Балаларды тістелеп өзі жеткізді. Бірнеше жұмысты істейтінін білемін. Бірақ жастығымнан ба, әлде үлкен апам оны менің алдында міндетті сияқты етіп тәрбиелегендіктен бекен, шаршап жүрау деп ойламаппын. Қара жерді басып жүргендігім үшін оған өзімнің өлшеусіз қарыздар екенім ойыма кіріп шықпайтын. Қазір ойлап отырсам, бала кезді былай қойғанда жігіт боп жетілгеннен кейін де анамның көңілін аулап қуантып көрмеппін. Бір жағынан ондай тәрбие берілмегендігінен шығар. Екінші жағынан сенесің бе? Апама сатқындық жасағандай болам ба деп ойлайтынмын. Пәтерден пәтерге көшіп қонған, ойлаған қызметіне қол жеткізе алмай жүрген жора жолдастарымның менің бар жағдайымды жасап жүретін анамды тік тұрып сыйлайтыны да маған ой сала қойған жоқ. Балам, ішімдік ішудің де өз мәдениеті болады. Азынаған айғырды үйірінде көр, арқыраған еркекті үйінде көр деген. Үйдегі беделің тіздегіден төмен болмасын деп, сыпайылап, сырласқандай болып айтатын сөздеріне де бойламаған екенмін. Бірде милицияға түсіп қалдым. Анама хабарласуға намыстандым. Өзімнің түрлі әрекетімнен түк шықпады. Ақыр айналып келгенде, анамның сол салада істейтін кластас жолдасына хабарласып, сол кісі алып шықты. Мені ұдайы мақтан етіп жүретін анамның сол ісім үшін жолдастарының алдында төменшіктеп қалатынын ойламаппын сол кезде.
Талай жыл тағдыр жүгін жалғыз тартудан шаршаған да шығар. Келе-келе анам ашуланатын болды. Ақыры бір күні екеуміз тәжікелесіп қалдық. Үйден шығып кетуге амал таба алмай тұрған маған жақсы болды. Сәл нәрсені сылтау етіп айғайға бастым. Жалым күдірейіп, жолымнан бұлай тұр деп, тұрған жерінен итеріп тастап кете бардым. Анамның жүрегіне жазылмас жара салғаны ойыма кіріп те шыққан жоқ. Жалпы есіңде болсын. Біреу туып, біреу баққан бала өзін ғана жақсы көріп өседі. Ол екі жақты да жан тәнімен жақсы көре алмайды. Өзін баққан ананың жұрт тумағандығын көрсетті дейме деп жалтақтайтынын, ал тапқан анасының кішкентайынан басқа біреуге бергеніне өмір бойы жаны ауыратынын, сөйтіп екеуі де өзінің алдында ақталғандай күн кешетінін түсініп, соған бейімделіп, қарым-қатынас жасайды бар болғаны. Сол оқиғадан кейін екеуміздің арамызда аттап өтуіміз қиын қос пайда болғанын ұқтым. Бірақ кешірім сұрауға дәтім бармады. Екінші жағынан жалған намыс бар ғой жаңа саған айтқан. Сол сұрқия жібермеді. Күнді ертеңдеп жүргенімде анам шұғыл шешім қабылдап, жұмысын ауыстырып, басқа жаққа көшіп кетті. Анам аузына берік кісі болатын. Арамызда болған жайды ешкімге сездірмеді. Ал туыстар болса, анамның оқыс шешімі туралы түрлі жорамал айтып, бас қатырады кеп. Бір күні балаларым менен сұрай қалса не айтамын деп, ондай бас қосулардан қашқақтап жүрдім. Тіпті үйде отырмау үшін жұмысымды тастап, пойызға жол серік болып ауысып кеттім. Жұмысқа адалмын, жанымды салып істеймін. Табысым жеткілікті, үйіме әкеп беремін де, бірер күн аялдап қайтадан жолға шығамын. Уақыт жоқ, рейсте жүрмін деп сылтауратып, ешкіммен араласпаймын. Қанша оқталсам да анама бара алмадым. Бәлкім жалған намыс уысынан шыға алмадым. Әлде қандай жай болмасын, уақыт өте жаныңды сол сәттегідей ауыртпай ма білмедім. Саған тағы бір жайтты айтайын. Сен екеуміз сияқты өскен адамда туыстық қасиет те бұрмаланған сипатта болады екен. Кемпір шалдың баласына ақыл айтатындай сен кімсің деп бір жатырдан шыққан бауырларды тыңдамайсың. Шындығында шын жанашыр солар ғой. Ал зорлап қосқан ат бәйге алмайды деген. Жаратылған қаны бөлек, жатқан жері бөлек туыстардың бәрібір бірге туғаныңдай жанашымайды. Солай. Жасы 80-нен асқанда анам қайтыс болды. Рейсте едім. Жолдағы бір үлкен қаладан түсіп, самолетпен ұшып жеттім. Жерлеген кезде жұрттың бәрінен көп жылаған мен шығармын. Бұл жерде де, ибай-ау, сен кемпірдің баласы емессің бе? Жеңгеңе сонша жылап деген надандар табылды. Ішімді у жайлағандай күй кешіктім. Алдына жығылып кешірім сұрай алмадым. Жастықпен, білместікпен, ашумен істеген істерімнің барлығы үшін кешірім сұрасам деп, бірақ өзімді өзім жеңе алмай, жарты өмірімді өткіздім. Қазір ойлап отырсам, көк түйіндік құны жоқ намыс екен ғой оның. Аяулы анам бұл жолы даналығын көрсетті. Үстелінің тартпасында, құжаттарының арасында бір жапырақ қағаз жатыр екен. Кешірдім деген бір ауыз сөз жазылыпты. Жұрт ештеңені түсінбей аң-таң. Ал оның кімге арналғаны маған ғана аян. Бірақ бәрі бір жаным байыз табар емес. Қайыржан пойыздан түсе салысымен ауруханаға беттеді. Өзін күтіп алған немере інісі мұның жүрісіне ілесе алмай, қасында жүгіре жортып келеді. Зейнептің кешелі бері жан сақтау бөлімінде жатқанын, ішке кіргізбегесін көкесі аурухананың есігін күзетіп жүргенінде содан естіді. Аурухананың жан сақтау бөлімінің меңгерушісі өзі құралпы жігіт екен. Екі дүниенің ортасында жатқан адамдардың өміріне кез келген оқыс жайдың зиян тигізуі мүмкін екендігін, сондықтан ол бөлімге келушілердің кіргізілмейтінін ежіктеп түсіндіріп тұрып, мұның жас тұнған жанарына көзі түсіп кеткенде кілт тоқтады. Сосын ләм деместен ілулі тұрған халатты әкеліп, Қайыржанның иығына жапты да жүріңіз деді. Ауруханаға жеткенше асыққан жылдам жүрістен әрі жан сақтау бөлімі деген атаудың өзінен қобалжып, денесі бір ысы, бір суынған Қайыржан палатадағы қоңыр салқын лептен денесі тітіркеніп, бойын жиып ала қойды. Қатар-қатар қойылған екі төсектің біреуінде Зейнеп жатыр екен. Көзі жұмулы. Басына, оң қолының қарына, сол қолының саусағына әлдебір аппараттар кигізіліпті. Ол аппараттардан тартылған түрлі-түрлі сымдар науқастың организмінде болып жатқан өзгерістерді жеткізіп тұрған болуы керек. Төсектің бас жағына орнатылған мониторлар ара-тұра сырт-сырт етіп, бір қалыпты ырғақпен жұмыс істеп тұр. Бөлім меңгерушісі олардың көрсеткіштеріне қарап басын шайқап қойды.
Аяғынан әл кетіп бара жатқандай болғасын, Қайыржан төсектің қасында тұрған орындыққа сылқ етіп отыра кетті. Ақ төсектің үстінде кішкентай болып жатқан анасына қарап, ет жүрегі елжіреген сезімге толды. Батылсыздау қимылдап, Зейнептің қолының сыртынан сипады. «Зейнеш, мен келдім», деді күбірлеп. «Көзіңді ашшы, Зейнеш». Кеудесін сығымдаған әлдебір сезім өн бойын қалтыратып, жалын ата күрсіндірді. Басын иіп, ернін Зейнептің қолының сыртына тигізген Қайыржан, оның кішкентай саусақтарын ақырын ғана уқалап отырып, тағы да сыбырлай сөйледі. «Зейнеш, Құдай үшін, көзіңді ашшы». «Мен ғой, Қайрош. Енді ылғи бірге боламыз. Сәл бас көтерсең болды. Астанаға алып кетіп емдетемін. Ол жақта қуаныш. Немерең күтіп жүр. Әжем қашан келеді деп». Тамағына тығылған өксіктен сөзін әрі қарай жалғай алмай, қыстыға жылады. Көз жасы Зейнептің қолына тырс-тырс тамып жатты. Ақыра күрсінген Қайыржан бір сәт өзін өзі тоқтатып, тамағын кенеп алды да, түбі бір шығарам деп сан жылдар бойы жүрегінің түкпірінде сақтап келген ең басты сөздерін айтты. «Зейнеш, сен маған ренжіп жүрсің бе? Мама демеді деп. Ренжіме. Алланың алдында жалғыз анам өзіңсің. Мама». Бетін жас жуған Қайыржан Зейнептің қолын сүйгелі ұмсына беріп, кенет кідіріп қалды. Алғашында көзіме солай көрінген шығар деп ойлаған. Анықтап қарап еді, Зейнептің өзі уыстап-ұстап, сипалап отырған оң қолының сұқ саусағы дір-дір етіп қимылдап, бір белгі бергендей болды. «Мама!» Даусы қатты шығып кеткен Қайыржан жүрегі аузына тығылғандай болып орнын атып тұрды. Жүгіре басып палатаға кірген дәрігер, мониторда лып-лып етіп жанып сөнген үзік-үзік сызықтарға көзі түсіп, жүзіне күлкі үйіріліп, Қайыржанды иығынан құшақтады. Сосын апыр-топыр жүгіріп келген медбикелерге нұсқаулар беріп, өзі үздіксіз сыртылдап тұрған аппараттың әлдебір түймешелерін басып, әбігерленді де қалды. Зейнеп ертесіне түпкілікті оянды. Көзін ашқан кезде өзіне төніп отырған Қайыржанды көріп, мейірлене күлімсіреді. «Қайрош? Ау, мама?» «Мама?» «Я, мама. Қатты қорқыттың ғой бізді. Енді бәрі жақсы болады. Әбден сауығып кеткеніңше қасыңда боламын. Асыл анашым менің». Зейнеп баласының қолын әлсіз ғана қысып қойды. Ауруханадан шыққан Қайыржан аудандық байланыс бөлімшесіне барып, отбасылық жағдайына байланысты кезекті еңбек демалысын беруді сұрап, жұмысына жеделхат жөнелтті. Есіктен шыға беріп, қайта оралды да, тағы бір бланкыны алып, «Дина, қуанышты ешкімге бермейміз. Қандай жағдайда да бала өз ата-анасының бауырында өсуі керек. Мен ауылдамын. Баланы алып осында кел» деп жазып, төркініне кеткен келіншегіне екінші жеделхатты жіберді де, иығынан ауыр жүк түскендей, еңсесін тік көтеріп, нық басып, көкесінің үйіне қарай адымдай жөнелді.